Егер жасыңыз 60-тан аса және қан айналымы әсіресе төменгі аймақта әлсіреген байқасаңыз, бірден дәріханаға жүгірмеңіз. Қадірлі достар, қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге таңертеңгілік газға қосуға болатын 5 қарапайым өнім жайлы айтамыз. Олар табиғи жолмен қан айналымын жақсартады, әсіресе ер адамдарға үлкен пайдасы бар. Ең бастысы бұл дәрі емес, таблетка емес, қымбат процедураларда емес. Бұлар әрқайсысыңыздың ас үйіңізде немесе базарда оңай табылатын өнімдер. Біз денсаулыққа пайдалы әрі сапалы кеңестерді сіздерге жеткізуге тырысамыз. Сондықтан жаңа видеоларымызды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Бұл бізге қолдау көрсетіп қана қоймай, өз денсаулығыңызды күтуге көмектеседі. Бірінші өнім қызылша. Қызылшада табиғи нитраттар бар. Олар қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Таңертең қайнатылған немесе жаны піскен қызылшаны жеу энергия мен сенімділікті қайтарады. Екінші өнім имбирь. Имбирь ағзаны жылытады, қан айналымын күшейтеді, соның ішінде ең маңызды аймақтарда да. Таңертеңгі шайға немесе жылы суға бір тілім имбирь қосып ішсеңіз, сергек болып тамырларыңыз нығаяды. Үшінші өнім анар. Анар шырыны қан айналымының ең күшті табиғи қозғаушысы. Ол антиоксиданттарға бай және қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Бұл 60 жастан асқан адамдарға өте маңызды. Төртінші өнім жұмыртқа. Кәдімгі тауық жұмыртқасы. Оның құрамындағы ақуыз бен В6 дәрумені гормондық тепе-теңдікті сақтап, ерлердің күш-қуатын арттырады. Бесінші өнім кофе, бірақ мөлшермен. Таңертеңгі бір кесе табиғи кофе жүрек соғысын жиілетіп, қан айналымын жақсартады. Бірақ артық кетпеңіз, күніне 1-2 кесе жеткілікті. Сонымен қатар таңертеңгілік 15 минуттық жеңіл қимыл қозғалыс өте маңызды. Серуен немесе жеңіл жаттығу да жеткілікті. Лимон қосылған су ішіңіз, ол қанды сұйылтады. Әрі дұрыс ұйқыны ұмытпаңыз. Бұл өнімдер тек қан айналымын жақсартып қана қоймайды, олар энергияны арттырады, көңіл-күйді көтереді, тіпті ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынасқа да оң әсер етеді. Қантсыз және сүтсіз қара шоколадты таңдаңыз. Ал қандай әдеттер керісінше қан айналымына зиян тигізеді? Шылым шегу тамырларды тарылтады, әсіресе жамбас аймағында. Тек 1 апта шылымсыз жүргеннің өзінде қан айналымы жақсара бастайды. Артық алкоголь гормондық тепе-теңдікті бұзып, тамырлардың түйілуіне әкеледі. Қимылсыз өмір салты да қауіпті. Күні бойы отырып, аяқ-қолды айқастырып отыру қанның тұрып қалуына себеп болады. Таңертеңгі қозғалыс 15 минуттық жеңіл қимыл тек қан айналымын ғана емес, миды да белсендіреді, қан қысымын төмендетеді және еркектік күшті арттырады. Халықтық емдер де бар. Жейн-шейн тұнбасы ағзаны сергітіп, қан айналымын күшейтеді. Бірақ оны 2-3 апталық курс ретінде қабылдаған жөн. Боярышник қайнатпасы жүректі тыныштандырып, капиллярлардың жұмысын жақсартады. Ал аш қарында жейтін 1 түйір сарымсақ тамырларды тазартып, холестеринді азайтады. Стресс пен көңіл-күй де маңызды рөл атқарады. Көбіне қан айналымының бұзылуы жүйкелік қысым мен күйзелістен туындайды. Сондықтан барлығын іште сақтамаңыз. Жақындарыңызбен сөйлесіңіз, уақыт бөліңіз, серуендеңіз, дұға етіңіз, тынышталыңыз, музыка тыңдаңыз, көбірек күліңіз. Күлкі де қан айналымын жақсартады. Ұйқы мен қалпына келу. Ұйқы кезінде ағза толығымен қалпына келеді. Ұйқының жеткіліксіздігі тестостерон деңгейін төмендетіп, тамырлардың тонусын әлсіретеді. Сондықтан 7-8 сағат тыныш әрі қараңғыда ұйықтау ұзақ өмірдің кепілі. Сіз 60-та, 70-те, тіпті 80-де болсаңыз да өзіңізді мықты, сергек әрі белсенді сезіне аласыз. Ол үшін тек әдеттеріңізді аздап өзгертіп, таңды өзіңізге қамқорлықпен бастаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.